күн сайғылы телесерджілер, хаберлер вақыты студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам ве шындыке саатқа бойле малюмат. Мудафа Назиры чуна диолмаған межгулиет Сергей Шойгу журналистлер чун экскурсия кечірді. Қырым яқыт станциялары газсыз қалдылар. Бізі мұхбіріміз себеплеріні огрене. Москвадан Ялтаға қатыра күніне бағышланған араба юрышының іштиракчелері Қырымға келділер. Қырым татар шайыры дебиттен қытчы язы жеве жемиетір бабы Қырымда Шревшим Езаденің 110 елығына бағышланған қатыра тедбірлер өткерілді. Бұтын Қырымны периметр бойынша чапып кезмек, ярымадада арзу өткенлерінің чапывы олып кечті. Бұл ведегер левқаларыны бізім яйнымызда сейір етіңіз. Кезлевде янгын юз берді. Арсенал адлы пансионат янды. Февхуляде вазиет назирлігінің малюматына көре комплекс биналарындан бұрынын дамы янды. Анда янгын құртарыжы қызметінің 6 бөлігі чалышты. Атеш емде башқа биналарға дарқалды. Евелкі малюматқа көре Февхуляде вақыға нетижесінде 3 адам оларының арасында бір бала зарар көрді. 30 адам тахлие етілді. Площадь пожара к моменту приезда спасателей составляла порядка 200 квадратных метров. Очень высокая пожарная загрузка была. Перекрытие, кровля, все это было выполнено с применением горючих материалов. Огонь с крыши перекинулся на номера. Спасатели в составе звеньев газодымозащитной службы обследовали номера на наличие людей. Россия Федерациясы Мудафа Назирның ағызындан экскурсия серия красткелген имкан Сергей Шойгуна алышмаған ішінде көрмек. Константиновская батарея деген ерде мерақлы экскурсияны Шахсин Мудафа Назиры кечере. О эмде Рус географик бірлешмесінің президенті ола. Ядро прилетало, оно должно было скатиться и попасть вон туда. Итибарлы гид хасеветленем де пытерав эте овелерді батареяда экскурсия кечерген олса біле. Мудафа Назиры Сергей Шойгу керменнің тарихы ақта тариф эте, оның темеліні Суворов қойғандан берлі бізім күнімізге же. Виақында өзі бұл бинаны вералерден құртармаға ярдым еткені ақта айта. 6000 кубометров разного мусора и грязи вывезли отсюда, для того, чтобы вы увидели все то, что было изначально. Бұ деварлар улы вақалар ақта қатыралар сақлай. Олар қараманлық тымсаледір. Константиновская батарея 1840 сене құрылған еді. Кермен улы ватан женкі діверінде Ахяр Мудафасына dayandı. Это первый в истории телевизионный батл гидов. Рус географик жемейті Русияның en güzel гиді адлы умум Русия конкурсына илан еті. Бұлейханын мақсады энзияде мерақланған ве истедатлы олған гидлеріні тапмақ. Олар өз регионына бүтін мемлекетні мефтюн ете білмек кереклер. Ади экскурсовод ролінде Сергей Шойгу ярышның эпосы иштиракчилеріне қол тута. Это не книга, это не фолиант, это не рукопись, которую можно переписать. Это наша история, которая хранит в себе память о подвигах. Конкурста иштирак етмек үшін чоқ шей керек дегіл. Рус тілінде екі дақалық мерақлы видеоролик чықармақ. О сізін тарафынызда Медениет музей яда табиат жеттен дихатқа лайық ер ақта малюмат ташымақ керек. София Шукурова, Миллет телеканалы. Қырымда кечкен тенеге баққанда туристлерінің ақымы 26%-ға артты. Язның башында Қырым ве Анапа ең елверішлі деңіз курортлары олды. Москва шерінден бір апталық ратланув 2 кішіге 20-22 бен рублені тешкіл етежек. Бұл ақта бүгін Русия президенті Владимир Путинге Русияде туризм башы Олег Сафонов малюмат берді. Ярымадада яз мевсімінде 431 пляж янылашты. 81 мұсафырханеде ве шифаханеде модернизация и реконструкция олып кечті. Наибольший рост востребованности среди российских курортов демонстрирует Крым. По состоянию на 1 июня с начала года посетили более 1,5 миллиона человек, рост на 26,5% по сравнению с предыдущим годом. В связи с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту нового пассажирского терминала в Симферополе ожидается, что количество туристов в этом году вырастет на 20% и превысит 6,5 миллиона человек.
Экі сыжақлық электрик станцияларының құруджилығы екінленді бұақта Русия энергетика назирінің муавина Андрей Черезов білдірді. Шымды құруджилық мейданларда ішке қошылу ве түзету фішлері девам етмекте. Қырымда яне Ахмезжете вяқярда экі тест станциясы 470 мегаватт күчеле чалыша. Оларның ербұры федераль мақсадлы программа чертевесінде құрула. Бұрын Женевбе чалышмасы 2018 сенеге кечірілген еді. Русия Федерациясының акимиетінің сонки қарарына көре электростанцияларының бұрынжи блоклары бұл ел сентябрінің бұрыне қадар ишлетілмек керек. Қырым яқыт қою станцияларда газ йоқ автомобилерінің сайысы артқаны яда паромлар или меселелер. Эсас себеплеріні бұзы мұғберіміз Энвера Блязиз білмеге тырышты. Бір қач күн девамында Ярмаданын яқыт қою станцияларында газ етішмемезлігі көз етілі. Эвел мәліматқа көре бұл бұғаздан кетірілген яқарлық азлашқаны иле бағылы. Амма эвелден талонлар алып етіштірген Қырым сәкенлері арабаларны яқыт иле толдыра білелер. Ресми шекілде да жевап олғаны жоқ. Ну, по талонам у нас, конечно, проходит газ. А без талонов? Ну, без талонов нету. Сколько не будет его? Ну, этого я тоже не знаю, нам об этом не сообщают. Экспертлер қайдетелерге меселе тек кечетінен бағлыдегі жемқұриетті берекет топланы башанғаны да себеп олды. Боғдай топлаған комбайнлар ве машиналар яз вақтында газны чоқча масраф етелер. Биоларға яқарлық бірінженев бетте беріле. Емде арабаларының сайысы артқаны да тесір ете. Ама айдавчылар бұақта бойле тушенелер. Ну, специально делают, чтобы цену повысить на него, вот и все. Сделают сейчас ажиотаж такой, и все будут потом заправляться, по какой бы цене его не выкинули. Не знаю, где заправиться, уже заправок 10 объездил, до сих пор газа не нашел. Ну, придется бензин заправлять. Бұл меселе ақта да бір түшінже бар. Бұл футбол бойынша дүния чемпионаты. Ой кечірілген вақытта вагонларда хафлы юклер ташылуы бойынша сынырлар кірсетілді. Бензин еле енгілже бір яқыт станциясында ой етерлі. Бір Қырым шіркетінің векілі хабер етті ки бензин фиятлары стабиллешті. Яқын вақытта 1 литрінің фияты 50 рубледен зияде олмайжақ. Сентябрь айында ятақханелерінің сәкенлері үшін электрик энергияның фияты 50%-ға экселеджек. Бүгін Ахмезжете Сергей Аксенов, яқыт ве энергетика назиры Вадим Беликов или иш құрышывны кечірді. Топлашувда меркези қыздырылу ве газ олмаған ятақханелерінің сәкенлері үшін ұшық фиятлары музакере етілді. Шымдыки вақыта Қырымның 384 ятақханелері арасында тек 20% тарифке бенайын пара төлейлер. Тарифның фияты 1 рубле 93 капықны тешкіл ете. Башқалары есе 2 рубле 43 капықны төлемеге мечбурлар. Бойле тенсізлік сәкенлер өз электрик донатмаларыны ресмилештірілмегені или бағылы. Сергей Аксенов назирлігіне чықыш комиссияны кечірмеге ве фиятларыны 1 рубле 93 капыке қадар эксілтмеге авале етті. Сделайте один раз эту работу, проведите инвентаризацию, помогите жителям перейти на меньший справедливый тариф. Договорились? Договорились. Работа эта должна быть до 1 сентября завершена. Вадим Данилович. Выполним. Топрақ ве мескен суалері Қырым татарлар топлу яшаған ерлер газ иле темен етілігі гражданлық ве реабилитация ақта весиқалар алынуы. Бойле суалернен бүгін Қырымлылар Девлет милетлер ара комитетінің рейсіне Ленур Абдурамановға мұраджат еттілер. Тақта жами койының сәкенлері де топлашуға келділер. Оларның көңді 20 елдан берлі ичмек су вычун йоқ. Тап Украина деварынде сувағы кечірілген еді, ама белі олмаған себеплерден эксплуатацияға тапшырылмады. Девлет милетлер ара комитетінің рейсі Ленур Абдураманов бұл меселені қысқа мүдетте чизмеге ваде етті. Құрылған водопровод о вақытта эксплуатацияға тапшырылмаған, не водоканалға, не Добровский сельсоветтің жилищно-коммунальный хозяйствоның идаресіне тапшырылмады. Ве бүгінден бүгінге біздің койымыз сусыз, мұна бұл питьевой сусыз яшай. Сау болсын Ленур Азизович, ярдым етерік, әрекет етерік деп бізні бізге бір умуд беріп. Принято решение, что совместно с районом, с руководством и с ресурсоснабжающими организациями мы непосредственно туда на место выйдем, выясним проблематику, изучим и, конечно же, будем стараться, чтобы этот вопрос был планово, системно куда-то встроен, для того, чтобы люди в ближайшее время смогли надлежащим образом уже иметь воду в этом селе.
Гражданларның қабылына бұтын ярмададан 20-ден зияде инсан келді. Оларның біріне тевсиелер берілді. Бұндан ғайры кележекте сеслендірілген сөйлерні чезмек үшін тедбірлер кечірілежек. Хатырлатамыз Девлет Милеттер Ара комитетінде гражданларның қабылы айының бұрынжеве үшінде жұма ақшамы күнлері кечіріле. Сызнақ Мезжит Трубаченко 20А адресі бойынша саба саат 9-дан уйле 13-ке қадар қабыл етерлер. Эвелден yazılmaq керек. Малюмат үшін телефон экранларыңызда. Ахмезжитнің мерkezінде тамир ішлер девам етмекте. Майыз байрамларынан соң шерінің меркези соқақлары капиталь тамир ішлері үшін демонтаж етілген еділер. Канализацион борулар янартылды. Шымды телефон ве интернет провайдерлерінің телеріні деніштірелер. Бұ эпысы электрик нақыл қатыларының ендірмек үшін япыла. Тамир ішлерінің ноябрь айына қадар бітірмеге планлаштыралар. Тыш қызметшілер вадетелер ке шерінің медени тарихи қысымы бұйық диқат еле тамир етілежек. Хусусан бұ ал ешіл осымліклерге айт. Участок работы ответственный, мы постараемся сделать его на уровне. Мы жители города этого, поэтому мы бережно относимся к тому, к чему мы прикасаемся. Сроки у нас конец ноября, постараемся раньше сделать. Сроки мы 100% успеем. Февхуляде вазиетлер назирлігінің мақсыз учағы Москва шеріне ағыр хаста баланы кетірді. Хаста желектеса свет технологик тебе ярдымға мұқтач. Учақ зиманеви донатмалар ве суни нефес берген аппарат ве кардиомониторлар еле донатылған. Олар учув девамында хастаға тебе ярдым көстермеге имкан бере. Амелиятның девамында хастаны тебе хадимлер озғардылар. Бүгін Қырым татар шайыры Терджиман Эшреф Шемизаденің 110 елығына бағышланған хатыра мерасимлер Қырым бойынша олып кечті. Артистлерінің чықышлары классикның ширлеріне сөзлеріне yazылған ерлар, бестекарлар, мусафирлер. Мұхбиріміз Айши Шулакова бойлекібі бұрт бірде бұлынды. Будет вечным напоминанием о той жизни, о той эпохе, в которой жил и творил великий наш Эшреф Шемизаде. Бу фоторесімлерні кезлев сакины Шайырмидат Аблялимов 20 елдан зияде топлады. Ескі фотоларда шайыр, әдебият шынас, Терджиман Эшреф Шемизаде тасвир етілген. Бу классикның ве оның якынларының омыры ве ижадының қысмы. Фотовесикаларны Медатаға тап Өзбекистанда Ленин байрағы газетасында мұхбир олып чалышқан вақыт топлады. Олар тарих жеттін қиметлі. Эпысы экспонатлар музейге теслим етілежек. Шымды есе олар дервишлер текесінде фото сергіні яраштыралар. Эшевага тоже доводится мне родственнику. Здесь вот обратите внимание вот на этом снимке. Эшевага дома у нас в гостях. Это мой дядя. Это юный молодой Риза Фазыл. Это Эшевага. Наша семейная дружба с давних времен связывает тесной дружбой. Здесь на этом снимке наш незабвенный Вильдан. С ними это в Ташкенте, в сквере революции мы сняли. Здесь документы очень исторического даже характера есть. Эшреф Шемизаде Кырым татар шайыры, тәткітчі әдебиятшынас ве Терджиман. Енді 18 yaşında istidatlı егіт gençler için Kozi Aydın mecmuasının muariri olarak çalışıp başladı. Kırım tatar urufatı Arap elifbesinden Latin elifbesine keçirilüvünde iştirak etti. Hatta Büyük Sovet ensiklopediyasına kırdı. Бүгін кезлевлелер Кырым татар классигі Эшреф Шемизаде доғанының 110 елығыны қайдетмек үшін топландылар. Кырымның башқа көшелерінден де мусафирлер олды. Авалар, ерлар, мектеп талебелерінің чықышлары. Бұлар эпосы хатыра тедбірінің қысмы. Адетінше әршей дуадан башланды. Эшреф ағамыздың рухына әл-фатиха. Efsanevi Yerci, Kırım tatar folklorunun icracısı Uriye Kermençikli Rustem adlı türkünü yırladı. Onun sözlerini Şemizade yazgan edi. Çok yıllar devamında onu halk yeri de bile edilir. Ama metninin müellifi Eşref Şemizade olan muzikası ise bestekar İlyas Bakşış'nın. Tedbir keçirilgen yer tesadüfen seçilmedi. Tamam bu yerde 110 yıl evvelsi Kırım tatar klasik şairi Eşref Şemizade dünyaya geldi ve büyüdü. Bu odalarda o öz ilk eserlerini yazdı. Onun şerefine mında memorial tahta yerleştirildi. Kırım tatar cemiyeti endi çoktan Eşref Şemizade'nin hatırasını ebedileştirmek için bağışlanған abide yerleştirilüvünü talap etti. Endi hatta yer seçildi. Он достоин этого, чтобы его памятник в Киздеве был во весь рост. И все наши мероприятия молодые, женихи,
женихи и невесты, они будут проносить клятву перед этим его памятником на верность нашей дружбы и их семьи, как он любил наш народ, и наш Крым, и наш Кизлев любил сами Шевчензаде. Басма машинасы, көзлік, қаракүл қалпақ, қалем телефон, аттачалар саат. Бұлар эпосы Қырым-татар шайырының шақси шелері. Ахмежетті Исмаил Гаспринский адына Қырым-татар китапханесінде серге açıldı. Марифчінің хатырасыны анмақ үшін зиялылар топландылар. Шайырлер, yazıcılar, артистлер, cemiyet erbapları. Bu çöl tarafının şivesini yaxşı mükemmel bilgen. Orta yolak şivesinde pek yaxşı anlagan. Bilgen, özünün eserlerinde kullangan, özünün eserlerinde bulardan pek bile terin kullangan, gayet böyle tili cihetinden zengin bir insan edi. Қырым-татар әдебиятына Эшреф Шемизаденің истесі ғайет бұйықтыр. Өзі иджат етмектен ғайры бір sıra шайыр ве yazıcılarını тербиеледі. Шайырның олым білмеген эсерлері шымдеді Қырым-татар медениетіні ғайырдан тіклемеге ве инкишаф еттірмеге ярдым етелер. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Бүгін Саба Керет шерінде Ульянова ве шахматная соқақларының чапразында қаза юз берді. Анда ВАЗ-99 машинасы тракторға урылды. Енгіл машина институт тарапқа yol алайды ве бұрылышта қаршыдан келген тракторға урылды. Нетижеде енгіл машина пек бұйық зарар көрді. Қазаның себебіні оқу құрчалайжылар белгілейлер. Москвадан Ялтаға Қырымның Женюбе ялысына машиналар колоннасы келді. Араба юрышы матем күніне бағышланды. О улу ватанженкі башланғаны еле бағлы. Юрыш июньнің 16-сында башланды. Колонна енді Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Кереч, Вехмез жетте бұлынды. Бұл шерлерде тешкелечілар бір sıra спортив ватан первер тедбірлер кечірділер. Оларда студентлер мектеп тәлебелері бала evlerінде тербие алғанлар іштирак еттілер. Мақсат чешіт яшлы адамларны бірлештірмек ве сағламаят тарзына ичдатларымыз ве ватанымыз ақта хатыра сақламаға желп етмек. Енді ярын араба юрышының іштиракчілері Ақяр Қараман шеріне зиярет етежеклер. Бұл сон киноқта олажақ. Колонна Саба учтен еді даққа кечкенде етіп кележек. Тамам бұл вақыт 1941 сене шер бомбаланып башланған еді. Іштиракчілер Арби Шурет мемориалына гулер қояжақлар ве ватан оғрында жан бергенлерінің қатырасына анажақлар. По завершению автопробега у нас большая пресс-конференция, которая состоится в Симферополе. А так у нас мероприятия спортивно-патриотические в каждом городе происходит. Қысқа вақыт içінде адамларны тапмақ ве бірінже ярдым көстермек. Россоюз спас идаресінің мутихасыслары Арби көпеклерінің аттестациясы бойынша оқу видман топламларыны кечірділер. Тедбірінің esas мақсады тежрибе ве алышқанлықлар. Оларны ем көпеклерінің идманжылары, емде көпеклер өзлері керчек кібі шартларда іштирак ете білелер. Идманлар есе школьная койның янында сайыпсыз қалған евде кечіріле. Көпеклер планларға көре бина ішінде бетон ташларының түбінде шартлы зарар көргенлеріні тапмақ кереклер. Евелері азырланған инсанлар сақланалар, көпекнің идманжысы көпекке қыдырмаға емір бере. Инсаны тапмақ сон, тапқан сон көпек афырмаға башлай. Бойлы етіп, өз ерні белгілеп мутихасысының келгенін беклей. Қырымның жима тақымы сербест көреш бойынша Женюбе федераль округ чемпионатында 10 мукафат қазанды. Олардан учу алтын. Ярышлар Краснодар вилаятының Гулькевичи шерінде июнь айының 17-19 күнлері кечті. Бызым тақымымыз уч алтын, уч күміш ве 4 тунч медальді қазанды. Өз чекі категорияларында Ахмезжетлі Расул Машезов, Анзор ве Азамат Закуевлар чемпионлар олдылар. Хатырлатамыз бұл тедбірлер Русия чемпионаты үшін сечув ярышлар олды. Тахменлерге көре чемпионат кечірілмесі Сочи шерінде августның борынжы күнлері бекленіле. Бұтын Қырымны периметр бойынша чапып кезмек. Ярымадада арзу өткенлерінің чапывы олып кечті. Тедбір Ахмезжетте башланды, сону да тамам шу ерде олажақ. Иштиракчилер Алушта, Ялта, Кезлев, Николаевка, Ақяр, Жанкой шерлеріні енді кечтілер. Шымды керечте болуналар. Олар 600 километрны енділер. Енді Кефе, Қарасу, Базар ве Ахмезжет шерлерінің 200 километрны кечмек қалды. Финиш Гагарин адына истират бақчада июньнің 24-інде планлаштырылды.
болды. Тешкелечіларының бүлдіргеніне көре, тетбір тесадуфен забег мечтателей деп адландырылмады. Инсан бұл месафені кече өз бұйық ве ажайып мақсадыны яда арзусыны қатырасында қалдырыр. Оны қатыр аярлықта көріп амелге кечере білер. Чаповның ең бұйық іштиракчысыне 83 яш, ең кенжесі есе 6 яштадыр. Физическая подготовка для такого забега – это на самом деле вопрос второстепенный. Конечно, те, кто бежит всю дистанцию, это бегуны с опытом. А так к нам присоединяются люди, которые только начинают бегать и пробегают с нами свой первый марафон в жизни. Шымдылық бойыпсы малюмат саат 21:30 секележек хаберлер информацион программасының Нериман Тарсинова еле қачырманыз. Көрішмек үзре сағлықнен қалыныз.